Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан Есенжолова. Бүгін біз сән әлемінде өте маңызды орында алатын табиғи тастардан қарапайым әрі сәнді білезіктің жасалуының өте оңай жолын қарастырамыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыз. Міндетті түрде комментарийға келесіде қандай тақырыпта видео күтесіздер жазып өтіңіздер. Білезіктің көмегімен сіздің білегіңіз өте нәзік көрінетін болады. Ендеше ол үшін бізге тістеуік, табиғи тас агат менде 8 мм және сәндік декоративті моншақтар. Және де түссіз резинканы пайдаланамыз. Ең бірінші кезекте біз түссіз резинкамызға табиғи тастарды тізбектейміз. Және де сәндік декоративті моншақтарды пайдаланамыз. Мен 5 моншақ сайын сәндік моншақтарды пайдаландым. Енді қалған моншақтарымды тізбектей беремін. Білезік жасаған кезінде мен сіздерге осы түссіз резинканы пайдалануға кеңес беремін. Себебі сіздің білезіңіз осы резинканың көмегімен өте берік, мықты болады және де сіздің моншақтарыңыз шашылып қалмайды. Білезігімізді жасаудың соңғы кезеңі ол декоративті сәндік моншағымызды өткіземіз және де соның тұсында резинкамызды байлаймыз. Себебі біздің резинкамыздың байланған жері көрінбей қалу керек. Ол үшін сіз таңдаған моншағыңыздың тесігі үлкен болу керек. Білезігімізді қолыңызға міндетті түрде киіп көріңіздер. Себебі білезігіңіз сіздің қолыңызды қатты қыспау керек және де қатты бос болмау керек. Білезігіміздің резинкасын сәндік моншағымыздың астына сыйғанынша байлаймыз. Міндетті түрде мықтап байлаңыздар, себебі сіздің моншақтарыңыз шашылып қалмауы керек. Ал қалған артық резинкамызды тістеуіктің көмегімен қиып тастаймыз. Мінекей, біздің білезігіміз дайын қалуға шақ қалды. Енді біздің резинкамыздың байланған тұсын міндетті түрде сәндік моншағының астына өткізіп көреміз. Себебі резинканың байланған тұсы моншақтың астына сыймай қалуы мүмкін. Мен өзім резинканы 3 рет байладым және де сол жеткілікті деп ойлаймын. Енді резинканың қалған артық тұсын тістеуіктің көмегімен қиып тастаймыз. Ал резинканың байланған жерін сәндік моншағымның астына жібереміз. Сол кезде сіздің резинкаңыз көрінбейтін болады. Неге аздаған уақыт ішінде табиғи агат тастарынан жасалған қарапайым әрі сәнді білезігіміз дайын болды. Білезік сіздің қолыңызға өте ерекше нәзіктік береді. Табиғи тастардан жасалған білезікті сіз алқадан жасалған білезікпен толықтырсаңыз болады. Сонда сіздің қарапайым білезіктеріңіз таптырмас аксессуарға айналады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Есенжолова. Келесі кездескенше.